Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге NNN шоу. Біз бастаймыз. Алматы аренада NNNнің шоуында бүгін бізде қонақта ең танымал блогерлердің бірі, жас кәсіпкер. Ең бастысы Дарикорның күйеуі. Дархан Жолшыбек қонақта. Деп жалап алайын баш. Давай. Шықпа. Шықсаң ұтыласың, тағылмайсың. Ой баш. Ё-май. Бәлі мен нан таңдақ салайын деген бұл досым. Ё, Құдай сақтады. Әйеліңнің, жұмыңның телефонын тексересің ба? Иә. Кинодан да басталды сен. Үйіңде сейф бар ма? Бар. Пароль айтпайсың, Пароль жоқ ояқта. Жек көреді. Блогер бар ма сенде? Блогерлер көп. Дархан өзінің чемодан таңдады, өзгертпеймін, до конца сода болам деді. Ал 1, 2, 3. Қалайсыз? Неге ең басты Дарикорның күйеуі? Қазір басқаша өзгерген ба? Иә. Дарикорн деген әйелі бар. Иә. Осылай нормально ма? Давай. Бүгін Дархан. Бері тұр. NNN шоу. Бұл жерде сынақ та, шындық та барлығы болады. Бәріне дайынсың ғой? Иә. Ең басты бәріне дайынсың. Бұл жерде маска жоқ, бірақ сенде маска жоқ шығар енді ғой. Менде маска жоқ, брат. Сөз жоқ вообще. Маска жоқ қой. Болды онда. Қарапайым боласың, еркін, ешкім жоқ, қара Алматы аренада өзіміз отырып шай ішеміз. Ал ендеше, Дархан дайын, мен де дайынмын. Бірінші кезеңге өтейік. Бұл бірінші кезең. Бағана айтқан болатындай, сені қинаймыз еді, сынаймыз. Дайынсың ғой? Дайынмын. Қазір сұрақ қоям, 6 сұрақ. Біреуіне дұрыс жауап бермеген сайын, әр шелектің таңдап, сенің алдыңа құяды. Өзім таңдаймын, иә? Өзің таңдайсың. Болды. Ал сұраққа дұрыс жауап берсең, еш қиындығы жоқ. Ешкім ештеңе қойнамай. До конца 6 сұрақ біткенше анау ішімде жатама ана жерде. Алдымда. Жоқ, алып тастаймыз ол жақта. Алып тастайсың ба? Айым, досымсың ғой бауырым. Сөйтші. Егер сұраққа дұрыс жауап берсең, ешқандай құйылмайды. Дұрыс жауап бермесең, өзіңнен көреді. Ал достар, біз дайынбыз, Дархан да дайын. Онда сынақтың алдына апарамыз. Ал ендеше, бірінші сұрақ. Өз басталды ма не? Тоқтаса дайындалып алайын. Несін дайындаласың? Білмеймін, біртүрлі оған. Не дайындаласың? Білмеймін, дайындалып. Бұл дайындалып күтейік. Болды, дайынмын. Жау жүрек мың бала фильмнің режиссері кім? Ахан Сатаев. Бірінші сұраққа дұрыс жауап бер. Келесі сұрақ. Қай айда 28 күн бар? Барлық айда 28 күн бар. Базар жоқ. Екінші сұраққа тез жауап бер. Үшінші сұрақ. Жер планетасы күн жүйесінің нешінші болып орналасқан? Үшінші. Точно жауабың ғой? Иә. Әрине үшінші екен. Ё-майо. Төртінші сұрақ. Қазақтың биесі Арсын ата болды. Жер жүйесін біліп тұр екенсің. Қай айда 28 күн бар білесің? 5 Арсын ата. Ё-майо, 5 Арысты. Сатасам қойға бәрібір. Айта берші ал. Міржақ Дулат. Дұрыс айттым ба? Сразу иә деп андай естеп отыр. Бірінші Міржақ Дулат кеттік ал. Екінші Алихан Бөкейханұлы. Ей, құдайым-ау. Дұрыс емес па? Айтып қойсай. Дұрыс қой, Алихан Бөкейхан 5 Арыс емес қой? Қош, ол Алаш ба? Иә. Құрметті достар, одан кейін болды сразу таңдай бересің ау деймін бауырым. Сразу таңдай берем ба? Анау соңғысы мұнда. Неге соңғысы деп қалдың? Білмеймін. Сол соңғысы бірде. Точно осы ма? Иә. Өзгертпейсің ғой? Өзгертпеймін. Ойлап тұр ғой мені, оңай болып қалды, өзгертесің ба? Жоқ па сенде? Бетіме шашпайтын шығарсың. Қимылдама, шығып кетсең, тағы таңдайсың. Екінші ереже бар. Егер 15 секунд шыдамасаң, келесі шелек таңдайсың. Давай. 1, 2, 3. Біреу уақыт кетті. Уақыт кетті. Деп жалап алайын баш. Деп жалаппайсың ба? Досып қорқатындай емес екен. Бетіме істеуге болмайды. 11, 12. Аян дауысын қарасай. Шықама дауысы? Дауыс бижит деп. 15. Оңай, керемет бауырым. Бірінші сынақтан оңай өтті. Ал онда жалғастырамыз. Келесі сұрақ. Шарғы салу деген қандай ырым? Қалай? Шарғы. Шарғы? Салу? Деген. Қандай ырым? Өтірік ойланып отырсың негізі, білмейсің да ғой. Білмеймін ғой негізі. Өзің айтасың. Шарғы салу деген ұзатылып бара жатқан қыз күйеуге шықпаған қыздарға жасаған сыйлығын шарғы дейді. Гүл сияқты. Болды. Түсіндіңдер ғой. Оны естімеппін.
Не? Ондай болған жоқ қой бізде ұзатылған дари. Өзіңіз таңдаңыз. Ала тағы да бір жақ. Неге бұл жақтан кетіп жатсың? Кеси. Ойланбайсың ба? Жоқ. Бай. Ой деді ғой, бетіме су шашпаңдар. Көзің жұмамыз ба? Бетіме не істемеш, бірақ досым бетіме түсті жаңа біреусі. Кішкене мына жаққа істесей, қорқатындай. Шығып кетпесің бірақ. А? Алдың ары. 1, 2, 3. Тауық па? Тауықтан қорқпайсың ба? Уақыт кетті. Сен вообще қорқпайды оны негізі. Иә. Ойбай. Қатты шақпай. Ойбай. Келатыр. Болды. Соңғы секундтар. Давай. Дархан мен Таракан кім жеңеді? Таракан. Өлмекші. Болды, керемет. Бұл сынақтан да өттің. Молодец. Өлмекшімен алыс болдық. Ары қарай жылжимыз. Мақалды жалғастыр. Жақсы әйел, теңі жоқ жолдас. Келесі. Қалай, байсылайыз? Жақсы әйел, теңі жоқ жолдас. Жаман әйел деп бастала ма? Неге әйел жаман? Әйелдің бәрі жақсы мысалы. Әйелдің бәрі жақсы. Қалай жаман дейсіңдер әйелдер? Жарайды, білмеймін. Жауап жоқ. Қалай Түбі жоқ, сырлас. Жақсы әйел қалай сонда? Жақсы әйел, теңі жоқ жолдас. Түбі жоқ, сырлас. Керемет. Таза, кеттік ал. Таңдаймыз. 1, 2, 3, 4. Ең шеткіс. Ең шеткіс. 1 ма? Иә. Болды, 1. Бірінші не екен? Анау қош бұн. Ешкім, қорқасың. Екін аш. Жоқ, соны. Екін аш. Или сразу екеуін алып көресің. Мен ойлап қалдың, бошы. Сен ойлап атқан ойын жақсы. Бошы. Сол айтты өзі түсінбей тұрып ойланасың ба? Жоқ. Ойланшы. Ойлан. Онда өзіңнен көр онда. Мына жаққа тасташы досын, бетіме тастап атыр. Ұрлау қарсың. Жаңадан бері бетіме тастап. Шықсаң ұтыласың, тарғындайсың. Сен неғып бетіме тастайын деп атсың? Қорқпасай? Бетіме тастамасай енді. Шықсаң тағы біреуін таңда. Жоқ, енді мен бетіме тастайын деп атсақ қорқасың ғой енді. 1, логотип жасаймын оны. Жаным, бетінен бір сүйейін. Жаным, ұстасам бола ма бұлайнан? Міне, үйде бізде қоян бар ғой досым, білесің ба? Қоян бар ма? Не бол? Не бол? Қоян ғой? Қоян ба? Кішкентай қоян ғой? Кішкентай қоян, үлкен қоян жоқ шығар бізде. Қоян. Дари көрінға. Мен достарым ғой. Дари келе ма деп, Дари көрінға. Да. Ал Дархан, амансың ба қалай? Бәрі жақсы ма? Жақсы шүкір, күшті өттім ғой, жақсы өттім. Үшеуіне жауап бер. Ашып көрмейсің ба? Қайсын? Аларды. Ашпасай. Оттегідік денем түршігеді ғой. Дархан, қалай өтті осы кезеңнен, бірінші кезеңнен? Өте күшті өтті. Жыланға түспегеніме қуанып тұрмын. Омайы. Бірінші кезең осылай аяқталды. Ендеше, келесі кезең. Не ол? Ал Дархан, Дариға негіз көп өтірік айтасың ба? Жоқ. Негіз осындай аппарат үйде болса, күнде тексереді сияқты Дария, қайда келді, не істеп жатыр? Тексереді. Тексерей ма? Онсыз да тексеріп жүр ғой. Ал енді қазір Дари келмей қалды. Неге Дари келмеді? Дари ма? Ұмытып қалдым неге келмеген. Егер де Дари көріп отырсаң, маған сұрақтарын жазып жібер. Мен Дарханға арнайлап қоятын боламын. Ал Дархан, олай болса, бүкпесіз барлық шындықты айтамын деп дайынсың ба? Давай, конечно. Давай. Любой шындық. Ал егер дайын болсаң, екінші кезең. Кезеңде бастамас бұрын ескеретін бір жайт бар. Саған қойылған сұрақтардың барлығына шын жауап беру керексің. Егер мен күмәнданатын болсам, арасында мен өзім сұрасам болады. Және халық та шын өтірігін біліп қояды. Сондықтан да барынша шын жауап бер. Ал ендеше кеттік ал онда. Түсінікті ғой бәрі? Спокойно. Сабыр бауырым. Сабыр сақтап отырмын. Бірінші сұрақ. Үйдегі ақшаны Дари ұстайды ма? Иә. Әйеліңнің, жұмыңның телефонын тексересің ба? Иә. Кинодан да басталды сенікі. Шын жауап бер. Дари көрін тамақты тәтті істейді ме? Дари көрін тамақ істемейді. Мүлде. Істеп көрген ба бір рет болсын, жұмыртқа? Істеп көрген, иә. Тәтті ма? Үлкен тамақ істемеген ғой. Иә. Келесі сұрақ. Үйіңде сейф бар ма? Бар. Пароль айтпайсың, е? Пароль жоқ ояқта. Пароль жоқ па? Келесі сұрақ. Қимылдама. Дархан ақшаны көп шашама? Иә. Қатты шашасың ба ақша? Өзіме болмаса да жақындарыма көп шашам. Келесі сұрақ. Дари денесін сымбатты қылу үшін ота жасаған деген рас па?
Сымбатты кылуу үчүн эмес, жакшылап өмүр сүрүш қалай? Короче, мұрнына ота жасатты ғой. Мұрны дем алмайтын бір жағы. Басқа жеріне жасама. Басқа жеріне жоқ жасалмаған. Денесіне деп айтылған işte. Дархан, қара жұмыс істей ала ма? Істей алам. Қандай жұмыс істедің? Айтып өтші бір кішігірім. Қазір сен барлығы миллионер ретінде көреді, кәсіпкер ретінде. Айтып өтші бір 3 жұмыс айтшы істеген қара жұмыс. Разнорабочий, Абу-Даби Плаза, официант любой адам не шығар. И базарда сатушыны не деп айтады? Сатушы болдым. Иә, саудагер. Келесі сұрақ. Даридан таяқ жеген кезің болды ма? Физический ма? Иә. Жоқ. Жынданы ұрып жүрген. Ойнап болды. Ойнап. Сол ойнап қатты ұрып жүрген кез болды. Иә. Мысалы біреуін айтшы. Енді жатып ойнап атқан кезде. Иә. Жатып деген аласың. Жатып ойнап атқан кезде. Келесі сұрақ, Дархан. Барахолкадан киім аласыңдар ма? Мен алмаймын. Барахолкадан. Енді Дари барахолкаға барып қалған кезде ұнап қалса ала салады, оны андай бізге не емес. Бармаймын деген андай не жоқ қой, бармаймын барахолкаға. Өмір жүреміз ғой барахолкада. Келесі сұрақ. Бартерге суши алып жеп көргенсіңдер ма? Мен жеп көрмегем. Мүлде. Мүлде. Араласпайтын блогер бар ма сенде? Иә. Жек көретін. Жек көретін жоқ, араласпайтын блогерлер көп қой. Даридің арқасында көтерілгені рас па? Иә. Дариға көмегі тиді ғой көтерілуіңе, иә? Конечно. Дариді әдейі қызғандырған кез болды ма? Иә. Әдейі жындандыру үшін Жүріп жүрген кезде. қызғандырдың әдейі. Иә. Келесі сұрақ. Енді барлығы Дари Корын жайлы отыр, өйткені Дари Корын бізге арнап жіберді. Дари мақырге пәтер сұрағаны шын ба? Жоқ. Машина сыйлаған. Машина сұрады ма? RAV4. Мақырге. Мен өзім айттым, соны сұрашы дедім. Егер машина болса RAV4 деп айтшы дегем. Алып бердің. М4 алып бердім бірақ. Дари Корын жақсы келін ба? Келін ретінде? Білмеймін, мамамнан сұрасаңыздар соны. Мен білмеймін. Ең соңғы сұрақ. Инстаграм, тиктокта лайк көп басасың ба? Иә. Танымайтын қыздарға. Қыздарға жоқ. Бірақ бұлай баса бересің оқырмандарға барлығына, иә. Сосын Дари Корын соңғы сұрақ жазып 50 миллион маған ауыз отыра ма? Осымен сұрақтар аяқталды. Қазір профессор мырза, қанша пайыз шындық, қанша пайыз өтірік екенін айтады? Сол үшін біз жауап береміз. Құрметті көрермен, мен бұлай болғанын ойлаған жоқпын негізі. Дархан 100% шындық жауап берген. Өте керемет. Осы уақытқа дейін бұндай бола ма, алда уақытта болмай ма білмеймін. 100%. Халықтан жасыратыным жоқ. Иә, енді құрметті достар, Дари Корын риза шығарсың. 100% бұл жерде ешқандай келісім жоқ. Өзің білесің, Дархан, біз ондай бұл подставной шоу емес, даже сұрақтарды да білмедім. Достарым барынша тығып әкелген болатынмын. Осылай болды. Ал құрметті достар, Дарханның 100% шындығына сіз сенесіз бе просто? Ойын жазып кетіңіздер, біз 100% шын деп ойлаймыз. Ал профессор мырза, сізге рахмет. Дархан саған 100% шындыққа шынымен көп-көп рахмет. Келесі кезеңге өтейік онда, құрметті достар. Ба! Үшінші кезеңде менің және қонақтың алдында ішінде 1 миллион теңге жасырылған 2 чемодан тұрады. Кезең басында қонақ екеуміз сулифа арқылы кім бастайтын шешетін боламыз. Жеңген адам чемоданды ашып көру немесе чемоданды таңдау құқығына ие болады. Екі нұсқаның бірін таңдап, ол өз чемоданын ашып көруді шешсе, келесі адам 2 чемоданның біреуін таңдайды. Егер ол қай чемоданда миллион теңге бар екенін таңдау арқылы тапса, ақшаны өзімен алып кетеді. Ал егер оның таңдаған чемоданы бос болып шықса, ақшасыз қалады. Бұл кезеңде сен онсыз да миллионерсің. Сол миллионыңа тағы 1 миллион қосуға болады. Ойын шартын түсіндіріп өтейін. 2 чемодан тұр. Осының ішінде біреуінде 1 миллион теңге бар. Қазір сулифа жасаймыз. Ұтқан адам таңдайды. Ашасың ба? Чемодан таңдайсың ба? Ойын қысқа, түсінікті. Егер мен ашсам, сен маған сұрақ қою арқылы чемоданның қайсысын таңдайтынын өзің айтасың. Мақсатың 1 миллион теңгені табу. Түсінікті ғой барлығы? Түсінікті. Ал ендеше, үшінші кезең. 1, 2, 3. Сулифа. 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 Қалай жасайсың? Ашып көресің ба? Таңдайым. Таңдайсың. Мен ашам. Сен ашасың. Болды. Құрметті достар, мен ашатын болдым. Дархан менің реакцияма қарап маған сұрақ қою арқылы ақшаның бар жоғын білгісі келеді екен. Ендеше, көреміз ал. Қарамайым да даже. Сұрақ қой.
неғып қарамадың? Жай. Сен қаяқтан білесің оның ішінде бірдемсе бар ма жоқ па? Или көрініп тұр, ана жақта айтып қойды ма саған? Жоқ, көзім көріп тұр ғой. Көзім 360 емес 180 градус қарайды ғой бүйтіп. Сол не бар екен сонда көріп тұрғанда? Шын айтайын ба өтірік айтайын ба? Шынымды айт. А? Шынымды айт. Ақша бар. Ақша бар ма? Қанша бар? 1 миллион. Қалайынан ол тұр? Мен ойынның өзі мен 1 миллион беремін тұрмын саған. Жоқ, ол қалайынан пакетте тұр ма? Крупный тұр ма? Пакетте. Қандай пакет? 500 мыңнан. Қанша купюра? 500 теңгелік қой. 500 теңгелікпен тұр ма не? Ема. Мен отсам алып кетем ба? Иә. Онда болды, таңдай берем онда. Тағы 2 сұрақ қойсам болады. 2 сұрақ? Не істемей ақ не істеймін ғой? Не дешет аты? Мен білесің, менің мақсатым Аха. әр қонаққа миллион беру, менде көп ақшам жоқ. Осындай шоу істеп жатырмын, осындай Алматы арена алып отырмын. Барынша ақшаны алып қалу. Сен мақсат ақшаны алып кету. Енді бұл сыйлығым менің саған деген. Енді табу таппай өзің білесің. Соңғы шешімің қай чемодан таңдайсың? Соны айт. Немесе сұрақ қойсаң болады тағы да. Уақытың бар. Жоқ, мен мынаны таңдаймын онда, өзім таңдайсың. Соңғы шешім өзің чемоданды аласың. Өзгертпейсің. Ойлан жақсылап. Жақсылап ойлан. Мүмкін адашар ақша. А? Адашар мүмкін ақша. Мүмкін ғой енді. Ойланбайсың. Соңғы шешім. Еркекше. Қол бер, ашамыз сосын. Дархан өзінің чемодан таңдады, өзгертпеймін, до конца сода болам деді. Ал Дархан ұтты ма, ұтпады ма, ойларыңыз қалай? Жазып кетсеңіздер болады. Ал 1, 2, 3. Дархан бүгінгі ойында 1 миллион теңге жеңімпаз атанды. Мә, саған 1 миллион теңге. Не, миллион күнде өтіп ба неме? Или артық маған керек? Ақшаны сеземін ғой мен. Сезесің? Аса бит баға шейін кеп тұр ғой маған. Мә, саған. Қойшы сөйлесің ма? Базар жоғында. Құрметті достар, Дархан 1 миллион теңге жеңіп алды. Бұл 1 миллион теңге қақта жатады деп сұрайын ба, или не аласың деп сұрайын ба? Жоқ, қазір жаратуға жаңа Садыр екеуміз келісіп қойғанбыз. Бөліп аласыңдар екеуің. Жоқ, жаратамыз қазір бар. Кәдімгі бар, душен жарды. Қыдырасыңдар. Жоқ, қыдырмаймыз. Білмеймін енді, Дариға сыйлық аламын ба, көремін. Бәріне өзі сыйласың. Дәл осылай Дархан 1 миллион теңге жеңіп алды. Миллионердің үстінен 1 миллион теңгесі тағы да қосылды. Өте керемет. Эмоция, тілегіңді айтып өт. Осы шоудың құрметті көрермендері сіздер үшін Нұрдәулет тырысып жүр. Сондықтан да қолдауды ұмытпаңыздар. Бүгінге сіздерге бір эмоция сыйлағаным үшін қуаныштымын. Иә, құрметті достар, сіздермен бірге болған қарапайым қазақ және Дархан Жолшыбек. Келесі қонақ кімді қалайсыздар? Комментарий жазып өтіңіздер. Бұл NNN шоу. Келесі кездескенше!